Баршаңызға қайырлы күн, көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлпілдек, жұп-жұмсақ, өте керемет болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін тамашалап, дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды, қантымызды және де бір шай қасық дрожжымызды, сонымен қатар сұйық майымыз бен майонезімізді салып, осылай қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнымыздың үстіне дәл осы дайындап алған суымызды құйып, жұп-жұмсақ қамыр илеп, бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағат көлемінде қойып ашытып аламыз. Міне, біздің өте керемет болып көтерілген қамырымыз дайын. Дәл осы қамырымызды осылай ұн себе отырып, теңде 2 бөлікке бөліп, және де қолымыздың көмегімен осылай жуалап аламыз. Теңде 2 бөлікке бөліп алған қамырымызды жаюға кірісеміз. Ол үшін шамалы ұн себе отырып, осылай қолымыздың көмегімен үстінен басып, домалақтап аламыз. Одан кейін оқтауымыздың көмегімен қамырымызды қалың да емес, жұқа да емес, орташа көлемде біркелкі етіп жайып аламыз. Одан кейін осындай дөңгелек формамен қамырымызды кесіп аламыз. Барлық кесіп алған қамырларымызды осылай дастарханымыздың үстіне қойып, бетін орамалмен жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға бауырсағымыздың екі беті алтын түске еніп, қызарғанша жақсылап біркелкі етіп пісіріп аламыз. Міне, біздің өте тамаша болып шыққан бауырсағымыз дайын. Рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз.